Пайғамбарға уахи қалай келді? Алла тағаладан пайғамбарларға тікелей немесе елші арқылы келетін анық хабарлар уахи деп аталады. Құранда Алла тағаланың араға Мұсаның анасына, Исаның ізбасарларына, періштелерге, жерге және аспанның 7 қабатына уахи етілгені айтылады. Сонымен қатар адам атадан бастап күллі пайғамбарларға, оларға Алланың сәлемі болсын уахи келген. Бұл туралы Құранда Нұх және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей саған да Мұхаммедқа уахи еттік. Сондай-ақ Ибраһимге, Исмаилға, Исхаққа, Жақып пен оның ұрпақтарына, Исаға, Аюбқа, Жүніске, Харунға, Сүлейменге де уахи еттік. Даудке Забурда суреттелінген. Ниса сүресі 163 аят. Бұған қоса саған осы Құранды уахи ету арқылы қиссалардың ең жақсысын баяндаймыз деп Құранның уахи арқылы түскені айтылады. Юсуф сүресі 3 аят. Уахидің қандай болатыны және қалай әсер ететіні бізге беймәлім. Ол Алла мен пайғамбар арасында сырлас сөйлесу халі. Кейде уахидің шынайы түрінде келетін, кейде жәбірелі періштенің адам кейпінде немесе өз бейнесінде келіп уахи жеткізгені айтылады. Ал миғражда ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын перде арқылы Алла тағаламен сөйлесіп 5 уақыт намазды Бақара сүресінің соңғы 2 аятын алғаны белгілі. Айша анамыздан оған Алла разы болсын жеткен хадисте Харис ибн Хишам елшіден оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сізге уахи қалай келеді деп сұрайды. Сонда Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын кейде қоңырау үніндей болып келеді. Бұл маған өте қиынға соғады. Ал айтқан ұғып алғанымнан кейін жеңілдеп қаламын. Ал кейде періште адам кейпіне келіп тіл қатады. Мен оның айтқандарын ұғып аламын деп жауап береді. Айша анамыз одан Алла разы болсын былай дейді. Қатты суық бір күні ол кісіге уахи келгенін және одан уахи ажырағанда маңдайынан суық тер шыққанын көрдім деген. Термизи. Сенімді хадистерде пайғамбарымызға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын уахи келгенде қатты күйзеліп жүзі сұп-сұр түске айналатын. Сондай-ақ хақ елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын уахи келгенде басын төмен еңкейтіп тұратын. Сахабалар да бастарына төмен түсіретін. Уахи келіп кеткеннен соң басын қайта көтеретін еді делінген. Муслим.